Саламатсыз ба балалар? Менің атым Габит Мамаевич. Бүгін сіздермен нейрондық желілерді жіктеу деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Мен өткен сабақта да сіздерге түсіндірген болатынмын. Нейрондық желілерді қалай жіктеу керек, және де олар екі топқа бөлінеді. Біріншісі көп қабатты, көп бағытты немесе однослойный, орысша айтқанда, және бізде многослойный, көп бағытты немесе көп қабатты. Бұл біз өткенде бірінші нені қарастырған болатынбыз, бір бағыттағы нейросетті. Мен сіздерге сумо нейросетінде пример көрсетіп берген болатынмын. Көп бағытты нейросетте мысалға біз бүгін гамма-ай нейросетін қарайтын боламыз. Гамма-ай бұл бізге презентация жасайды. Негізінен бұл көп салалы, көп бағытты олар презентация жасайды, және де социальный сеттерге, мысалға Instagram бар, нелер бар, соларға стористі отдельно жасап беруге болады, дизайндарды жасауға болады. И ішінде веб-сайт жасауға болады тағы да, и және фотоларды жаңағыдай искусственный интеллект арқылы изображениелерді не жасауға болады, андай аты не еді, генерация жасалады. Және де бұл жерде тексттерді өзі өңдейді. Мысалға тақырыпты жазсақ, автоматты түрде олар текстті бізге жасап бере алады. Осыны көп бағытты немесе көп салалы немесе многослойный нейросет деп айтуға болады. Бір бағыттағы нейросеттер ол тек қана бір ғана функция жасайды, ол ғана тек қана мысалы суретті өңдейді. То есть бір нейросет или бір нейросет только видеоны ғана жасайды. Сол неге бір нейросет тек қана бір мәтінді жасайды. Бұрын осыдан бір 4-5 жыл бұрын мысалға нейросетті қолданған болсаңыздар, сол әр нейросетке тіркеліп, сол әр нейросеттен біздер мысалы сурет жасап алатынбыз біреуінен, одан скачать етіп екіншісіне қоятынбыз, одан скачать етіп үшіншісіне қоятынбыз. Сөйтіп біз осындай не жасайтын болатынбыз, презентация немесе документация жасайтын болатынбыз. Енді бізге осы бәрімізге мәлім, қазіргі таңда біздің осы көп салаларда уже нейрондық желілер қолданыла бастады, көп жаңағы жұмыс орындарында. Және де біздер қазір көп нелерде жұмыс орындарында, салаларында уже презентацияны сол нейрожелілер арқылы жасайтын болдық та. Бизнес саласында, мұғалімдерде, университеттерде бәрі қазір сол көбіне основном солар қолданылатын презентация жасайды. Сол презентацияны бұрын біздер Microsoft-тың компаниясында, PowerPoint программасында біз сол презентацияны қолдан жасайтынбыз. И біз бірінші одан алдын тақырыпты қолдан Word, сол Microsoft компаниясында Word программасында сол жерде біз тақырыпты теріп, өңдеп, сөйтіп алатынбыз. Онан кейін оны PowerPoint-қа салып, онан кейін оған әртүрлі нелер, жаңа суреттер жүктейтін боламыз. Суреттерді мысалы ұнамаған біз Photoshop программасын білетін болсақ, Photoshop ол суреттерді өңдейтін программа, сол жерде біз өңдеп, одан кейін сол жерге қосатын боламыз. Ал қазіргі нейросеттер, мысалға презентация жасайтын нейросеттер, мысалы гамманы алсақ, ол гамма ол бізде автоматты түрде өздері мысалы тақырып жазған кезде ол өздері мәтінді сразу бізге сол жерде құрастырады. Сол мәтін арқылы бізге сразу 10 бет, 20 бет, мысалы қанша бет керек, соны бетті көрсетеміз. Сол бетке бізге әдемілеп тұрып дизайн таңдап бізге сол презентация жасап береді. Және ол өздері фотоны ішінде генерация жасап, керек фотоларды сол жерде сол керек орындарға қойып береді. Мысалға біреулерге жанынан қою керек болады, біреулерге жоғарысынан қою керек болады. Сол жаңағы беттіңді, сол бірінші беттің, екінші беттің сол кезде олар автоматты түрде сол жерге өздері қойып, сол әдемі көрнекілік видеолармен көрнекі қылып бізге береді. Бұл дегеніміз бізге мысалға мектепте, мысалы мұғалімдер көбіне балдарға, оқушыларға түсіндіру үшін, даже университетте оқушыларға, студенттерге түсіндіру үшін біз мұғалімдер көбіне не жасап барамыз, презентация жасап барамыз. Сол презентация арқылы біз сабағымызды түсіндіреміз. Қазір барлық жерде интерактивный доска бар, тақта бар, сол тақта арқылы барлығы сол немен көрсетеді.
сол кезде бізге негізі мына нейрондық желілер өте бізді сол уақытымызды үнемдейді. Сразу біз тақырып жазамыз, сол тақырып арқылы бізге сол презентацияларды құрып береді. Және де бизнес саласында да сондай. Мысалы бизнес саласында бизнесмендер, жаңағы бизнеспен айналысатын адамдар өзінің продукциясын, өзінің жаңағы өнімдерін көрсету үшін осыны көрнекілік қылып диаграммалармен, әртүрлі нелермен сол өзінің жаңағы жанында отырған адамдарға осы презентация арқылы несін көрсетіп бере алады, өзінің жаңағы продукциясын түсіндіріп, көрсетіп, көрнекілікпен әдемілеп көрсетіп бере алады, түсіндіріп бере алады. Вот. Сол шында қазір біз ары қарай осы нейрондық желілерді жаңағы гамма нейрондық желісін қолдана отырып сіздерге қалай презентация жасау керектігін көрсетемін. Вот мен интернетке кірдім, интернетке кіріп Googleға гамма ай деп тереміз. Гамма ай деп тергеннен кейін ары қарай ашылады. Ең бірінші мысалға гамма, осы PowerPoint-қа кіреміз. Басқан кезде бізге регистрация сұрайды. Мен өзім негізі ағылшынша жақсы көремін, ал көбіне менде ағылшынша шығады. Continue мен уже тіркелгем, бірақ мына жерге қазір көрсетемін қалай тіркелу керек. Мына жерде тілді өзгертесіздер, қай тіл бізге больше ұнайды, соны қоясыздар. Мысалға көбісіне қазіргі түсінікті тілде орыс тілін таңдай салайық. Вот орыс тілді таңдаймыз, одан кейін начните бесплатно дейді. Вот начните бесплатно, соған басамыз и мына жерде тіркелу керек. Продолжить с помощью Google дейміз да, болмаса электронный почтаны ана жерге жасаңыздар, да тіркеледі. Лучше сразу негемен басқан дұрыс деп ойлаймын. Менде уже тіркеліп қойған, сол үшін автоматты түрде маған кіреді. Енді бізде де сразу түсіндірейін, с помощью искусственного интеллекта, искусственный интеллект арқылы создать новый дейміз и сгенерировать, да, сгенерировать. И потом мына жерде таңдаймыз презентация, веб-страница, документ, социальная сеть. Любойын таңдаймыз. Мысалға бізге ең негізі қажеті презентацияда. Сосын беттің несін традиционно таңдаған жақсы, беттің жаңағы көлемі, да, размері. Сосын мына жерде бізге тегінге пока 10 карта береді. Осының өзі негізі біраз нәрсеге жетеді. 10 карта дегеніміз, картс дегеніміз, ол беттің саны 10 беттік болады. Бізге 10 беттіктің өзі біраз нәрсеге жетеді. Одан кейін мына жерге қазақша таңдаймыз, орысша, қазақша, ағылшынша любой таңдаймыз. Негізі қазақша презентация құрастыратын болсақ, қазақ тілін таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Так, қазақша. После S должен быть, да, украинский. Вот қазақ тілін таңдаймыз и сосын біз тақырыбын береміз. Тақырыпты нейрондық желі. Нейрондық желі осылай жасайын и создать конспект. Бізге бірінші конспектті құрып береді автоматты түрде осы нейрондық желіге. Одан кейін ары қарай генерацияға басамыз и бізге сразу автоматты түрде не жасайды. Мысалға нейрондық желі ақпараттық дәуірінің миы деп тақырыпты қойды автоматты түрде и бізге уже екінші бетте не түсу керек, үшінші бетке не түсу керек, бәрін бізге құрастырып беріп жатыр. Қай жылы пайда болған, қай жылдан бастап уже бізге кіріп келген, еніп келген, осының бәрін қазір жасап береді. Енді бұған біраз уақыт кетеді. И және ары қарай бізге уже тақырыпты, мәтінді жүзіп берді, мәтінді. Одан кейін добавить карта десеңіз де болады. Ары қарай мысалға 10 картадан, то есть бет добавить, 10 беттен артық уже керек емес деп ойлаймын. Мына жерде минимум текстті минимуммен жасап береді, және краткий вообще аз болады, негізі подробно таңдау керек, побольше. И одан кейін стиль. Стильді, беттің стилі қара бар, сары түсті бар, әртүрлі түстер бар. Любойын таңдай саламыз, оны ішіне генерация жасағаннан кейін де іштен таңдауға болады, өзгертуге болады. Одан кейін изображение, искусственный интеллектті өздері автоматты түрде жасайды, оны тиіспесек те негізі қалдыруға болады. Сосын автоматический выбор, ол мысалға мына жерден иллюстрация бар, басқасы бар, соны автоматты түрде қалдыру керек. Өйткені мына жерде 3D форматта жасайды, жаңа суреттерді. И line art, ол жаңағы векторный форматта жасайды, тағы басқа да.
лучше осылай қалдырған жақсы. И мына жерде теплый, частота линий, модерн и так далее да, бұларды тиісудің қажеті жоқ. И генерацияға басамыз, сгенерировать. И қазір сәлден кейін бізге не жасап береді, нейрондық презентация жасап береді. Енді пока бұл кішкене ойланып отқан кезде мен сіздерге айтайын, сіздерге негізі 3-4 логин ашқан дұрыс деп ойлаймын. Неге? Өйткені бір логин мысалға өздеріңіздің основнойыңызда қолданасыздар. Қалған 2 логин, мысалға екінші логин құрсаңыздар, оны негізі осындай нейросеттерге, нейрожелілерге қолдануға совет беремін. Не үшін? Мен бұл жайлы өткен сабақта да түсіндірген болатын. Не үшін десеңіздер, өйткені бұл сіздердің жаңағы қауіпсіздіктеріңізге өздеріңіздің. Өйткені қазіргі мына заманда өте көп мошенниктер көп болып кетті, қаптап кетті. Сол мошенниктер көп сіздердің даналарыңызды ұрлауға және ұрламауға және сіздердің даналарыңыз көбіне сақталуға сондай бір 2-3 логин ашып, 2-3 жаңағы Gmail ашып алып, сол Gmail'дарды осындай нейрожелілерге қосылған дұрыс деп ойлаймын. Қазір бізде кішкене ойланып жатыр. Сол ойланумен ары қарай қазір көріп береді. Вот, кірді. Қазір мен неде қалды ма уақытым? Өйткені 5 минуттан кейін, 10 минуттан кейін менде жауап болады. Вот, бізге құрып жатыр автоматты түрде бірінші бет, екінші бет. Көрдіңіздер ме? Мен жерде уже суреттер таңдады. Екінші бет, үшінші бет, тарихы 4-ші бет. Автоматты түрде бізге жазып, қай жерге не керектігін бәрін автоматты түрде бізге жасап береді. И және біздер бұл жерде көп уақытты үнемдейміз. Біз бұдан алдын жаңағы Microsoft компаниясында Word'та көп біздер қолдан жасайтынбыз бәрін, және суреттерді қолдан не алатынбыз, көрсететінбіз, тағы басқа, сол сияқты біз көп уақыт жоғалтатынбыз. 1-2 күн, жарты күн минимум сондай жоғалтатын боламыз. Ал бұнда бір где-то 10 минут, 20 минут, асып кетсе 20 минут, соның ішінде бізге уже құрып береді. Сол үшін негізі осы нейросеттерді көп қолданып үйренген дұрыс деп ойлаймын. Одан кейін сол нейросеттер арқылы суреттер жасап неге болады. Вот видите, написали, вы сделали свой первый гамма. Да, дейді, мысалға покажите дейді, көрсетіп мысалға мына жерде нелер бар. И ары қарай көрсетіп жатыр, қалай составлено, все готовы к работе дейді. Поехали. Видите, уже добавить карточку, вот и так далее, да. Енді бұны пока не алмаймын, керек емес маған. Уже бізге құрып берді, да. Егер бізге көрдіңіз ба, мына жерде тақырып сәл кішілеу болып кетті. Тақырып кішілеу болса, біз мына жерден белгілейміз. Заголовка 1, заголовка название деп үлкейте салсақ болады. Одан кейін ары қарай уже көрдіңіз ба, мынандай бізге әдемі етіп не жасап берді. Өздері сурет таңдап, сол суреттер арқылы генерация жасап, бізге әдемі етіп не жасап берді. Презентация жасап берді. Енді бұл презентация, мысалы, мына сурет маған ұнамайтын болса, ладно, бірінші сурет пока тиіспек, бұл нормально. Мына сурет непонятно, да. Егер бұл ұнамайтын болса, мына жерге басамыз, үстіне басқан кезде мынандай не шығады, редактировать изображение шығады. Соған басамыз. Соған басқан кезде мына жерден уже бізге ашылады. Енді біз жерге қазақша жазсақ та болады. Қазақша жазамыз. Мына жерге искусственный интеллект жайлы сурет дейік та. Жайлы сурет. Вот. Осыны улучшить подсказканы бассақ, бізге көбірек побольше не береді. Көрдіңіз ме, иллюстрация жайында диаграмма қылып, бізге сурет жасап берді деп мына жерге ағылшынша жасады. Вот. Енді осыны генерация жасаймыз. Бізге 3 сурет шығарады қазір. Мысалы, менде қазір 306 токен, негізі кредитті, негізі 400 кредит болған. Енді мына жерде 6 кредит кетеді менде 3 сурет үшін. Көрдіңіз ме, басамыз. И қазір бізде суреттіміз көрдіңіз ме, ауысып жатыр. Вот. Нейросеттің несі, жүйелері. Осыны қалдырамыз десек, осыны қалдырамыз. Болмаса мынаны қалдырғымыз келсе, осыны қалдырамыз. 3 суреттің біреуін таңдаймыз. Қайсысын қалдырғымыз келеді? Осының біреуін таңдаймыз. И осыны қалдырғаннан кейін просто X-ке басқызамыз. И мына жерде бізге сурет шығарып берді.
көрдіңіздер ма, әдемі етіп шығарып берді. Енді бұл мысалға стиль бізге стиль ұнамай қалды. Стиль ұнамай қалса, темаға басамыз. Темаға басқан кезде стильдің несі мына жерден тема ашылады. Қара стиль таңдағымыз келе ма, басамыз қара стиль. Көрдіңіздер ма, қараға ауысты. Так, полностью ауысты қара. Одан кейін жасылға қойғымыз келсе, жасылға ауыстырамыз. Немесе мына стиль негізі көбіне ұнайды менде. Осы стильге ауыстырамыз. Көрдіңіздер ма, осындай стильдермен әдемі етіп ауыстырамыз. Одан кейін астында басқа стильдерді таңдаймыз. Мысалы, то есть астында фонды өзгертеміз. Артқы фон, задний фон, рабочий стол, рабочая область. Сол жерде мысалға егер біз мына презентацияны, не презентация емес, наоборот, социальный сетке қоятын болсақ, социальный сетті таңдаймыз. Социальный, и міне көрдіңіздер ма, стильді ауыстырып берді. Сол Инстаграмның беттеріне, жаңағы TikTok, Инстаграмның беттеріне әдейі солай жасап берді, сол форматта. Көрдіңіздер ма? Осылай біз ауыстырып екі форматта жасауға болады. Енді қайтып көріңіз, мысалы квадрат, портрет, история, история болса история болса әбден бізге уже сәл узкилау жасады. Енді квадратты таңдаймыз. Вот квадрат болып шығады. Біз өзіміздің презентациямызға қайтып ораламыз и және традиционный бетті таңдағанымыз дұрыс болады. Мысалы высокий ол уже расширенный, да. Одан кейін мына жерде нелер таңдау болады, анимация, қазір жүргізген кезде анимация беріледі и так далее, да. Вот, и соны мынаны жаба саламыз. Енді бұны қалай не аламыз, запускать етеміз. Запускать еткен кезде мына присутствуетке басамыз. Присутствуетке басқан кезде вот бізде уже бет ашылады. Пробелді баса отырып келесі бетке өтеміз. Видите, анимационный болып ашылады. Немен басамыз келесі бетке, тағы келесі, осылай пробелмен уже ары қарай беттерге өтеміз. Енді мен қазір өзімнің жасаған нелерімді көрсетейін. Шрифттерді өзгерту, мысалға шрифттерді бассақ, мына жерде шрифттерді өзгертетін әртүрлі нелер бар. Қай мысалға крупный текстке не болады, обычный, простой, және түстерін өзгертетін болсаңыздар, мына жерде қызыл, сары и так далее, да. Вот, және қалай мысалға бағытын өзгертуге болатын болса, мысалы мына жерде бағыты орта, посередине, по левому краю, по правому краю дегенде осылай суреттерді өзгертеміз. Енді жаңағы то есть мына текстті өзгертеміз. Және суретті өзгертетін болсақ, жаңағыдай мысалы мына жерге кірген кезде бұл жерде генерация жасауға да болады, немесе өзіміздің суретімізді алып келуге болады. Өзіміздің суретімізді мына жерге таңдаймыз. Загрузка Arial'ды көрсетсек болады. Arial ол мысалға интернеттен мысалға осы жердегі несін копировать ете аламыз да, сол мына жерге путь указать етеміз. И сол путь указать перейти болған кезде мына жерде автоматически өзіңіздің жаңағы интернеттен алынған суретті қойып береді. Одан кейін өзіміздің неден жаңағы папкадан қойсақ та болады. Өте оңай. Болмаса папканы ашып тұрып, мысалға мынадан да и мына жерге керек суретімізді, мысалы мынау ұнамайтын болса, соған былай бүйтіп қоя салсақ, автоматты түрде мына суретіміз ауысады. Көрдіңіздер ме? Осылай суреттерді ауыстыруға болады. Түк қиыны жоқ, өзгертуге болады. Міне, өзіміз жасауға да болады. Мысалға мына суреттер ұнамай тұрса, осы суретке де керек суретімізді таңдаймыз да, мысалға мен гамма аймен көп суреттер жасағам, сол суреттерді мысалға мына жерге қоя салсақ, автоматты түрде, то есть мен сурет таңдамадым, мына суретті таңдап, соның үстіне қоя саламыз, сол кезде автоматты түрде ол өзгереді. Вот. Мына жерде де солай суреттерді таңдап, автоматты түрде өзгертуге болады. Қазір мен сіздерге көрсетейін, менің жасаған жаңағы нелерімді гамма ай арқылы. Міне менің жасаған көптеген дизайнды жасаған нейрожелілерім. Қазір кішкене менде интернет слабый болып тұр. Думаю, вот мына жақта да жасағам, міне әртүрлі неде дизайнда осылай жасағам. Және мына жерге Г бассақ шығады, и мына жерде түрлі дизайнмен жасаған болатын. Көрдіңіздер ме? Әртүрлі дизайнмен, әртүрлі стильде және әртүрлі
парақта мына мысалға не стилінде. И мына жерде тағы да қара стилде болу керек. Вот кеше мысалға біреу маған осындай презентация жасап бер деп өтінген болатын. Сол презентацияның қазір дизайнын көрсетіп берейін. Осы Грес ауданы, мысалы Өтеген Батыр ауданы, сол памятнигін алып, соған искусственный интеллектті қолданып, Gemini қолданып, осы жерге қойдым. И мына жерде қазақи стилде мысалға мынандай суреттерді қолдан жаңағыдай алып келіп қоя салуға болады. Болмаса мына жерге кіріп и ауыстыруға болады. Вот. И әрі қарай осындай дизайндар жасадым. Қоңыр түсте, анау жаңа сары түсте, тағы басқа да мысалы Абай Құнанбаевқа тоже не жасаған болатын. Презентацияны Абай Құнанбаевтың несіне, Абай Құнанбаевтың өсиеті, адамгершілігі, мына жерде суреттерімен, егер мына жерде өзі жасап берді автоматты түрде, және суреттерде мен кейбіреулерін өзім өзгерттім. Өйткені кейбір суреттер маған ұнамайды. Еще мына ең соңына мен музыка қостым. Вот. Музыка қазір кішкене деген ашылады. Еще тағы басқа қандай тағы нейрондық сеттер, нейросеттің қара түрін көрсетіп берейін. Осындай әртүрлі дизайнда мен жасаған болатын. Қара түсте әдемі стильный көрінеді. Өздері автоматты түрде бізге не таңдайды? Жаңа суретті генерациялайды. Болмаса жаңа қазақи стильде қаласаңыздар, өздеріңіз суреттеріңізді қойып, болмаса жаңағы жерге где генерацияда, вот мына жерге мысалға где генерация, мына жерге қалаған неңізді қазақша жазып, негізі желательно ағылшынша жазсаңыздар, ағылшыншада негізі көп не бар. Қазақ стилінде деп ағылшынша түсінетін болсаңыздар, ағылшынша жазсаңыздар, көп негізі информацияның бәрі ағылшынша жақсы түсіндіріп береді и жақсы жасап береді. И сосын мына жерге плейге басасыз, плейге басқан кезде мына жерде автоматты түрде сіздің неңіз өзгереді. Егер осы сіздерге жаңа көрсетіп берген видео жаңағы нейросетіміз граммамыз түсінікті болса, ары қарай сіздерге тапсырма, сіздер өздеріңіздің мектеп жайлы презентация жасауларыңыз керек. Тақырыбы өте әдемі және өте жаңағы әдемі мәтінімен болса, және көрнекілік искусственный интеллектпен қолданылған суреттер болса, сол үй ішінде дизайнмен болса, әдемі бір мектептеріңіз жайлы презентация жасасаңыздар. Сосын астына маған комментарийға жіберсеңіздер, мен өте немен байыпты немен қарап сіздерге бағасын қойып беретін боламын. Егер бүгінгі тақырыбымыз түсінікті болатын болса, осымен қоштасамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар балалар.